Еркектің бір әйел ғана алып тоқтауы деген нәрсе бұл мұсылманшылықтан емес. Және өзге де діндерде емес. Бұл тек қана христиан дінінде ғана бір еркек бір әйел алу керек болды. Басқа діндердің барлығында бір еркек ешқашан бір әйелмен тоқтаған емес. Барлық дін бойынша рұқсат. Ол тіпті адам емес, өзге де хайуанаттарды алатын болсаңыз, барлығында ол не екен? Ол ұрғашысы көп болады, жаңағы еркегі біреу-ақ болады. Ол белгілі барлығы. Адам да негізінде не екен? Осы бір жаратылыстың бірі ғой, Алла Тағаланың жаратқан жұмырбасты пендесі. Бұған да Алла Тағала бір еркектің 4 әйел алуына рұқсат бергендігі. Демек, бұл рұқсат Алла Тағаладан болғандығы үшін бұған өзге ешкімнен рұқсат керек емес. Ешкім сұрамайды. Шын қарай алатын болса, баға алатын болса, соны алуы рұқсат. Және ешкімнен ашық түсінікті болу үшін, жаңа ешкімнен деген әйелінен де, әке шешесінен де, басқа кім бар рұқсат сұрамайды. Ол еркектің өз шешімі.